Бүгінде еліміздің болашағы жарқын болып, дамыған мемлекетке айналуы үшін мұғалімдер қауымы аянбай еңбек етіп жүр. Жалпы кімнің де жақсы адам, мықты маман болуы ұстазына байланысты. Ахмет Байтұрсынұлы біз елді түзеуді бала оқыту ісін түзеуден бастауымыз керек деген. Ұлт ұстазының бұл сөзі қашанда орынды. Білім мен ғылым табысқа жетудің ең басты кілті. Өскелең ұрпаққа тағылымды тәрбие және озық білім беру өте маңызды міндет. Сондықтан ұстаздар қауымына, яғни сіздерге зор жауапкершілік жүктеледі. Мемлекетіміз мұғалімдердің әлеуметтік жағдайын жақсартуға және беделін арттыруға ерекше көңіл бөлуде. Менің бастамаммен 2019 жылы педагог мәртебесі туралы жеке заң қабылданды. Соңғы 4 жылда ұстаздардың жалақысы 2 есе өсті. Жақында балабақша тәрбиешілерінің айлығы 30%-ға көбейді. Ұстаздардың еңбек демалысы ұзартылды. Мұғалімнің міндетіне кірмейтін артық жұмыстың бәрі алынып тасталды. Ұстаздардың кәсіби біліктілігін арттыру мәселесіне баса мән беріліп жатыр. Болашақ бағдарламасымен 3 жылда 220-ға жуық педагог шетелде оқып келді. Мұғалім мамандығын таңдаған жастарға қойылатын талап күшейді. Осы саладағы студенттердің стипендиясы 2,5 есе көбейді. Бір сөзбен айтқанда, біз ең алдымен білікті ұстаз даярлау ісіне айрықша мән беріп отырмыз. Осындай шаралардың нәтижесінде мұғалімнің абырой беделі өсіп келеді. Жастарымыз ұстаз болуға қызығушылық таныта бастады.